Кайрылуу күн баршаңызга. Бүгүн мен Баялдыдан өтө дәмді, жасалуу жолу карапайым, әрі құрамы қолжетімді заттардан тұратын салаттын рецептімен бөлісетін боламын. Құрамы мен мөлшерін төмендегі описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ал ендеше бастайық. Алдымен баялдыны аршып алып, үлкендеу етіп, төрт бұрыштап кесеміз. Баялдыны ыдысқа салып, тұз және крахмал қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде крахмал қуырғанда баялды өзіне майды сіңірмей, қытырлақ болу үшін қосамыз. Келесі черек қызанағын көріп тұрғандарыңызды екіге бөліп, ыдысқа саламыз. Сарымсақты майдалап турап қызанаққа қосамыз. Енді бұрышты тазалап үлкендеу етіп, төрт бұрыштап кесеміз. Табаға сұйық май құйып, жақсылап қыздырамыз. Қызып тұрған майда бұрыштарымызды 1 минут қуырып алып, қызанаққа қосамыз. Енді сол майда қызарғанша орташа отта баялдыны қуырып аламыз. Қуырып алған баялдыны бұрышқа қосамыз. Майдалап туралған кинза және соя соусын қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын болды. Әдемілеп ыдысқа салып, қуырылған күнжітпен әсемдейміз. Салат өте дәмді әрі әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеом пайдалы болса лайк қойып, подписаться батырмасын басып қойыңыздар.